ұлттық құрамадан не уатыр өзі 71 килограммда? Давай тарқатып айтайық осыны. Ассалаумағалейкум чемпион. Біз бүгін сіздермен кеше ғана Грузияда өткен халықаралық турнирдің қорытындысын айтайық. 3 алтын, 3 қола медаль алдық. Оның ішінде атап өтетініміз Абылайхан Жүсіповтің турнирдің ең үздік боксшы болуы. Және бұл жағдай біздің еліміз үшін өте қуанышты жаңалық болғанымен, елдің ішінде үлкен талас тартыс жүргелі отыр. 71 килограмм салмақ ішінде кім нөмірі бірінші болады? Лос-Анджелеске кім барады? Оған дейінгі әлем чемпионаттарына кім барады? Бұл үлкен дау тудыратын сұрақ болып тұр. Дәл қазір біздің алдымызда Данияр Елеусінов қайтадан келуі мүмкін деген сыбыс бар. Одан бөлек Асланбек Шынбергеновтің өзі қайтадан мен рингте өнерімді көрсетемін, жалғастырамын деп айтты. Абылайхан Жүсіпов келді. Сабырхан Төрехан қазір 67-те Азия чемпионы болды және ол да қайтадан келуі мүмкін, 71-ге көтерілуі мүмкін. Өзіміздің Талғат Шайкен бар. Одан кейін Өзбекстаннан келген Аман Қонысбаев бар және 7-ші Сабыржан Аққалықов бар. Енді тағы да қосымша боксшылар бар. Жалпы талантты ел арасында танымалдылыққа ие болған осы 7 боксшы бар. Осылардың арасынан кім нөмірі 1 болады, кім үлкен жарыстарға барады, бұл әрине үлкен сұрақ. Енді бұл жерде біз нақты шешім шығара алмаймыз, тек қана болжам жасап көреміз. Жалпы бізде бұндай конкуренция негізі көп уақытта болмады. Енді бұндай конкуренциядан кейін Құдай қаласа үлкен жетістіктерге жетеміз деген ойым бар. Енді әр спортшыға жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші Абылайхан Жүсіпов Грузияда өткен чемпионатта ең үздік боксшы атағын алды. Одан бөлек оның Канеломен бірге жаттыққаны бар. Профессионалды рингте ол 4 жекпе-жек өткізіп, бәрін ұтып, 3-еуін нокаутпен жеңгені бар. Өткендегі соңғы жекпе-жегінде оң қолын ауыртып алып, сол қолмен тоқтатпай рингте айналдырып жүріп ұрғаны бар. Яғни сол қолмен ақ нокаутқа құлатып жіберді. Яғни осындай үлкен тәжірибе жинақтап келген 27 жасар өрленіміз деген қалай кетті. Осындай үлкен жігітіміз Құдай қаласа Лос-Анджелеске барса деген тілегіміз бар. Бірақ ол кезде Асланбек Шынбергенов секілді 31-ге келіп қалады екен. Ол кезде шаршап қалмай ма деген сұрақ. Енді Данияр Елеусіновті білмейміз біз. Келе ма, келмей ма? Менің ойымша келмейді, себебі оның да жасы келіп қалды. Лос-Анджелеске дейін тіпті 38 жасқа барып қалады екен. Келесі Асланбек Шынбергеновтің өзі 35 жасқа барады. Қазірдің өзінде шаршап, көзінде от жоқ екендігін бәріміз білеміз. Яғни бұл жігіттердің барлығы ұлттық құрамада бола беруі мүмкін, бірақ бұл жігіттердің орнын бәрібір жастар басу керек деп есептеймін. Енді бұл жерде шанс беруге болатын адам ол Абылайхан Жүсіпов. Бірақ Абылайхан Жүсіпов өздеріңіз білесіздер, 2 дүркін әлем чемпионатының қола медаль иегері және Токио олимпиадасының қатысушысы, жай ғана қатысушы. Яғни бұл жерде де адамның чемпиондық менталитеті жұмыс жасалмауы мүмкін деген бір қорқыныш бар, психологиялық жағынан дайын болмауы мүмкін деген қорқыныш бар. Екінші жағынан бұл жігіттің Канеломен, яғни үлкен жігіттермен, үлкен аренадағы жүрген жігіттермен дайындалғандығын тағы ескеру керек. Яғни үлкен тәжірибе жинағандығын ескеру керек. Енді одан кейінгі орындарда Талғат Шайкен қазір білесіздер, профессионалды рингте 9-0 деген рекордқа ие. Ол жігіттің де мансабы өте жақсы келе жатыр. Тек қана үлкен жекпе-жектерге әлі рейтингі мықты жекпе-жектерге келе алмады дегеніміз болмаса, ол жігіттің де мансабы жақсы келе жатыр. Одан бөлек өзіміздің жастар арасында өткен олимпиада чемпионатының күміс жүлдегері Сабыржан Аққалықов бар. Ол жігітте соңғы өткен чемпионатта өте жақсы өнер көрсетті. Одан кейін Елорда кубогында күміс алған және Өзбекстанның нөмір 1-ші боксшысы Асатқожа Мойынқожаевты нокдаунға түсірген. Енді ол жерде жартылай финалда Өзбекстан чемпионатында 3-ші орын алып қалған Аман Қонысбаев бар. Содан кейін бірден біздің елге келді. Қазір ол Мырзағали ағайдың қолында жаттығып жатыр. Аман Қонысбаевтың да негізі соққылары өте ауыр. Қазір осы жерде бір видеоны қосам, сол видео арқылы көресіздер соққысы қандай екен. Келесі кезекте енді бізде Сабырхан Төрехан бар. Ол жігіт өте жас, енді ғана ересектер арасына қосылады. Осы уақытқа дейін жасөспірімдер арасында, жастар арасында 4 рет Азия чемпионы атанды, 1 рет әлем чемпионы атанды. Бұл жігіт 67 килограммда 1 рет Азия чемпионатын ойнады, Азия чемпионатына қатысты. Енді олимпиадалық салмақ 71 болғаннан кейін бүгін немесе ертең бәрібір бір күні 71 салмаққа келетін секілді. Енді төмен түсу, 63,5-ға төмен түсу ол жігіт үшін қиындық тудыратын болуы мүмкін, себебі енді ғана өсіп келе жатқан жігіт бойы ұзын, енді сәйкес келуі мүмкін. Құрметті чемпион, бұл әзірге болжам ғана. Егер сіздің де болжамыңыз немесе осы бокс жайлы ақпаратыңыз болатын болса, комментарийға жазыңыздар және өз ойыңызды жазыңыздар. 71 килограмм салмақта біздің болашақ жұлдызымыз кім?
Жалпы бұл сұрақты көтерудің өзінің ең негізгі себебі 71 килограмм орта салмақ бұл біздің қазақтың салмағы. Кезінде 2000 жылы Ермахан Ибрагимов одан 71 килограмм салмақта олимпиада чемпионы болып, 2004 жылы Бақтияр Артаев олимпиада чемпионы болып, 2008 жылы Бақытжан Сәрсекбаев әлем чемпионы болды. Одан кейін 2012 жылы Серік Сәпиев олимпиада чемпионы болды. Одан кейін 2016 жылы Данияр Елеусінов олимпиада чемпионы болды. Содан кейін бізде екі олимпиадада, біздің орта салмақта да, жалпы салмақтарда біздің олимпиада чемпионымыз жоқ. Бірақ дегенмен бұл біздің орта салмағымыз күйреп қалды, өте нашармыз дегенді білдірмейді. Менің ойымша, бұл жерде кішігірім конкуренцияларды, басқаны бір саясатта болмаса басқа бір дүниелерде кішігірім өзгерістер орын алып жатқан болуы мүмкін. Немесе чемпионның, спортшыларымыздың психологиясында кішігірім проблема болып жатқан болуы мүмкін. Осының барлығын реттеп, Құдай қаласа 2028 жылы қайтадан біз бұрынғы қалпымызға келіп, 2 алтын медаль алайықшы олимпиададан. Және әлем чемпионаттарында командалық есепте бірінші орынға шығайықшы Құдай қаласа. Себебі біздің жігіттер барлығы жас, енді ғана өсіп келе жатыр, және барлығына тәжірибе жинақталып, өздерінің менталитеттері жақсы жұмыс жасап, ары қарай чемпион болады деген сенімім мол. Сіздің сеніміңіз қандай? Сіз не ойлайсыз? Барлығын төменге жазыңыздар.